Сәлем достар, бұл CSS курсының 4-ші сабағы. Бүгінгі біз тақырыпта мәтіндермен жұмыс жасауды үйренеміз. Мәтінді теңестіру, қызыл жол биіктігі, сөздер аралығы, әріптер аралығы, регистрді өзгерту. Мәтінді теңестіру. Жалпы мәтінде теңестірместен бұрын біз әуелі үлкен абзацымызды алайық. Сол баяғы алып жүрген Абай KZ сайтындағы Абай қара сөздерін жазып алайық. Бірінші қара сөздің көшіріп аламын, тек басыңғы 3 абзацын ғана көшіріп алайын. Үстіңгі жағына апарып салайық. Одан кейін біз тегпен қоршаймыз бұларды. Бірінші сөз дегенге H1 деп берейік. Мынаған H2 деп қойайық. Қалғандарына параграф беріп шығамыз. Таппен теңестіріп жіберейік. Артық жолдарды алып тастайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне бізде бірінші сөзіміз пайда болды. Жалпы мәтіндердің барлығы сол жаққа қарай теңестіріледі. Бұл теңестірулерді өзгерту үшін бізде арнайы CSS мағына бар. Мен қазір p тегін деп жазайын селекторге. Ішіне text origin деген бар. Right десем, қазір оң жаққа қарай теңестіреді. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Барлық мәтініміз оң жаққа қарай теңесіп тұр. Мысалға abay.kz сайтындағы мәтіндерін қарасақ, олар екі шеті бірдей теңестірілген, түп-түзу болып көрініп тұр. Ондай болып қалай жасайды? Ол үшін text originге біз мән береміз, justify деген. Сақтадым. Парақшамызды жаңартсақ, екі жағы да қатарына теңеседі, міне, көріп тұрсыздар. Ол қалай теңестіріп тұр? Ол жай ғана сөздер аралықтарын ашып тұр, кеңейтіп, кейбір сөздердің аралықтарын. Сол кезде екі шеті тегіс болып көрінеді. Енді жол аралық дегеніміз не? Жол аралықтарды қалай үлкейтуге болады? Жалпы жол аралығын өзгерту үшін, ол үшін біз жолдардың биіктігін өзгертуіміз керек. Мысалға, әрбір жолдың өзінің биіктігі болады. Міне, бояған кезде сіздер көріп тұрсыздар. Бұл жол биіктігі. Келесі жолды бояйын. Міне, оның да биіктігі көрініп тұр. Арашықтар бір-біріне жабысып тұрмау үшін үстіңгі жағында көп орын қалып тұр, көріп тұрсыздар. Міне, келесі жолды бояп тұрмын. Дәл осылай міне бірнеше жол тұра береді. Осы жолдың биіктігін өзгертуіміз үшін бізде арнайы CSS мағына бар, line height деген. Бұл жерге біз пиксельдермен бере аламыз. Мысалға біз 30 пиксель десек, сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Біздің жолымыздың биіктігі өзгерді 30 пиксельге. Көбейткен сайын ол көп бола береді. 70 дей салайын. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне, біздің жолымыздың биіктігі 70 пиксель болып тұр. Жалпы жалғыз пиксельмен ғана бермей, еммен де беруге болады. Бұл бір ем деп отқанымыз, осы біз p тегіне қанша фонт сайз береміз, соны бір ем болып саналады. Мысалы, мен қазір бұл жерге фонт сайз деп жазайын. Шрифт размері бұл 16 пиксель дейін. Ал емге мен 2 десем, онда қазір ол 32 пиксель болады жол биіктігі. Міне, жол биіктігі қазір 32 пиксель болып тұр. Шрифт размеріміз 16 пиксель болып тұр. Дәл осылай 3 десем, онда 16-ны 3-ке көбейтеді. Парақшаны жаңарттым. Міне 3 еселеніп үлкейді. Жалпы қызыл жолдарды қалай істейді? Ол үшін мен line height'ты дұрыс мағынаға қойайын, 1,5 әдемі көріну үшін. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, оқылатындай әдемі көрініп тұр. Енді қызыл жолды қалай жасайды? Ол үшін text originге мен қайтадан left салып қояйын. Сол жағына теңестіріп тұр мәтінді. Text indent деген бар. Бұл абзацтың қызыл жолын өзгертеді. Мысалға мен 10 пиксель деп берейін. Сақтадым. Парақшамызды жаңартсам, міне абзац басталатын жерде бізде сәл оңға қарай жылжыды. 10 пиксель бердік өйткені біз. Кішкене көптеу берейін көрініп тұру үшін. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне бізде 20 пиксель сол жағынан жылжып тұр оңға қарай. Енді қалай сөз аралықтарын өзгертуге болады? Ол үшін тағы да бізде арнайы бар, word spacing деген. Жалпы word деген ол сөз, spacing ол арақашықтық, аралық. Мысалға мен 50 пиксель дейін. Сақтадым. Парақшамызды жаңартсақ, міне жазуларымыз аралықтары 50 пиксель болып тұр. Мына жерде 50 пиксель, мына жерде 50 пиксель. Әрине, бұның ешқандай да сәні жоқ. Оның кейбір дизайнерлік қажеттіліктері болады. Сондықтан да мен бұны уақытша алып тастаймын. Сақтадым. Орнына қайтып келді бәрі. Осылай біз сөз аралығын өзгерттік. Ал енді әріптер аралығын қалай өзгертуге болады? Ол үшін letter spacing деген бар. 5 пиксель дейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам,
міне жазуларымыздың аралары ашылды. Міне бұдан кейін арасы ашылып тұр 5 пиксельден, одан кейін ашылды. Осылайша міне біздің жазуымыздың түрі өзгеріп кетті. Бұны да алып тастаймын, оқуға қиындық туғызады. Бұның да кейбір дизайнерлік өзінің қажеттіліктері болады, сол кезде қолданылады. Сақтадым. Орнына қайтып келді. Енді біз бұл жасқа келгенше деген жерін, мысалға, басты әріптермен жазғымыз келеді. Ол үшін біз оған арнайы спан берейік. Бұрынғыдай жасап жүргендегідей спан. Оған класс берейін арнайы. Up деп жазып қойын, жоғары қарай деп. Одан кейін осы класты жазайын. Up. Арнайы text transform деген мағына бар. Оған uppercase деп жазамыз. Үлкейт деген сөз. Жоғарғы регистр деген сөз. Парақшаны жаңарттым. Бұл жасқа келгенше дегеніміз міне жоғарғы регистрде жазылып тұр. Дәл солай, мысалға біз бірінші сөз дегеніміздің барлығы жоғары әріптермен жазылып тұр. Өйткені біз HTML құжатында дәл солай жазғанбыз. Бірақ мұны біз CSS күшімен кішірейткіміз келді. Ол үшін біз H1-ге тағы да text transform береміз. Бірақ мәніне lowercase деп жазамыз. Төмен қарай кішірейтеді. Төменгі регистр. Парақшаны жаңарттым. Міне бірінші сөз дегеніміздің барлығы төменгі регистрде жазылып тұр. Text transformның тағы да бір үшінші мәні бар. Ол capitalize деген. Мысалға біз міне абзацтардың барлығына capitalize беріп шығайық. Ол үшін міне P абзацына біз text transform жазамыз. Capitalize дейміз. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Міне бізде бірінші әріптері өзгертіп тұр. Тек қана абзацтардың бірінші әріптерін ғана өзгертеді. Міне алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, қалған барлықтарына ешқандай тиіспейді. Бұны ескере кету керек. Бұл тек қана бірінші әріптерін ғана өзгертеді сөздердің. Егер де біз HTML құжатында сөздің өзін барлықтарын үлкен әріптермен жазып қойған болсақ, мысалға таба деген, онда оған ешқандай әсер ете алмайды. Парақшаны жаңарттым. Міне таба деген сөздің барлығы үлкен әріптермен жазылып тұр. Өйткені неге? Ол тек қана бірінші әріпіне ғана әсер ете алады. Қазір мен Т-ны кішкентай әріппен жазып қояйын, сол кезде орнына қайтып келеді бәрібір. Міне үлкен әріппен бәрібір жазылып тұр. Өйткені біз жерде capitalize мәні беріліп тұр. Осыменен міне біздің 4-ші сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.